Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Оңалбаева Гүлсім Фермебайқызы. Балалар, жаратылыстану сабағын бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жазықтар мен таулар. Бүгін сен жер бедерінің түрлерімен танысатын боласың. Және де таулар мен жазықтардың ерекшелігін білетін боласын. Ал енді барлығымыз назар аударайық. Жұмбақ шешіп көрейікші. Зәулім биік шың екен, биік шыңы қар екен. Мұнар астына қарасаң, үлкен жотасы бар екен. Бұл не, балалар? Ойланайық. Жақсы, жарайсыңдар. Жұмбақтың шешуін таптыңдар. Жұмбақтың шешуі тау екен. Ал енді барлығымыз келесі суретке назар аударайық. Негеш пен Эврика саяхаттаған жерлерін фотоға түсіріп отырды. Фотосуреттерге қарап, олардың қандай жерлерге саяхат жасағанын анықтай аласың ба? Жарайсыңдар. Жолдар неге әртүрлі? Ол нені білдіреді? Жақсы. Жер бедері деген не? Жер бетінде тек таулар мен жазықтар кездесе ме? Тағы қандай жер пішіндерін білесіңдер? Кәне, суретке назар аударайық. Құрлықтағы жердің ойлы қырлы пішінін жер бедері дейміз. Жер бедері таулы және жазықты болып бөлінеді. Жер бетіндегі биік жерді тау, ал тегіс жатқан жерін жазық деп атайды. Жазықтың түрлері: ойыс, ойпат, жазық төбе, үстірт, қырат. Ойыс жер бетінен төмен жатады, ойпат 100 метр биіктікте, жазық 200 метр биіктікте, үстірт 300 метр биіктікте, қырат 500 метр биіктікте болады екен. Ал таулар аласа, орташа, биік болып бөлінеді. Аласа тауларда мұздық болмайды, оларды негізінен шөп жауып жатады. Мұндай тауларға сарыарқа таулары жатады. Орташаш таулар 1000 метр мен 2000 метр биіктікте, ал биік таулар 2000 метрден жоғары жатады. Қазақстан табиғаты алуан түрлі. Өйткені біздің еліміз ұлан ғайыр жерді алып жатыр. Қазақстанда жазық далалар да, ойпаттар да, таулар да бар. Қала немесе ауылдың сыртына шықсаңыз, төңірек айқын көрінеді. Кейбір жерлерде қырат та, тау да жоқ. Айнала теп-тегіс болады. Мұндай жерлер жазықтар деп аталады. Картада олар жасыл түспен беріледі. Кейбір жерлерде ойыс жазықтар кездеседі. Жазықтың бұл түрін ойпат деп атайды. Мысалы, Каспий маңы ойпаты теңіз деңгейінен төмен орналасқан, және ол картада қою жасыл түспен белгіленеді. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың беткейі тік жарлы, қия болып келеді. Таулардың көбісінің шыңын қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың пішіні әр түрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Таулардың арасын аңғарлар бөліп жатады. Олардың кейбіреуі тар, әрі терең болады. Оны шатқал деп атайды. Шатқалдардың бойымен таудың аса өзені ағып жатады. Кейде аңғарлар үлкен аумақты алып та жатады. Сызат түсіп, етегінде үгіліп түскен құм, тас қиыршықтар бар жартастарда кездеседі. Жартастар қирап, үгіліп құлайды. Температураның өзгеруі салдарынан тау жыныстарында жарықшақ пайда болады. Жартастың бетіне ұсақ сызаттар түсіп, жарылып, бұзыла бастайды. Жырақтар жыл өткен сайын үлкейе береді. Тау жыныстарының бұзылуы үгілу деп аталады. Осылайша жел, су және күннің әсерінен жер беті өзгереді.
Әлемдегі ең ірі тау жерлеріне Гималай, Тянь-Шань, Альпі, Кордильер, Анд таулары жатады. Олар биіктігімен ғана емес, мұздығымен де ерекшеленеді. Бұл тауларды біз картадан көре аламыз, балалар. Картаға назар аударайық. Орта Азия мемлекеттерінде Гималай мен Тянь-Шань таулары бар екен. Ал Оңтүстік Америка мен Солтүстік Америкада Кордильер мен Анд таулары жатады. Сен білесің бе, әлемдегі ең биік шың Гималайдағы Эверест шыңы. Бұл шыңды ағылшын зерттеушісі Джордж Эверест ашқан. Ол Джомолунгма деп аталады. Джомолунгма жергілікті тибет тілінен аударғанда таудың қасиетті анасы деген мағынаны береді. Ал ең төмен жатқан нүкте Арабиядағы Өлі теңіз. Ол теңіз деңгейінен 402 метр төмен жатыр. Ал енді келесі суретке назар аударайық. Жазықтар тегіс және төбелі болып бөлінеді. Еліміздің Батыс Сібір жазығы, Тұран ойпаты, Каспий маңы ойпаты деген үлкен жазықтар бар. Ол шаруашылыққа өте қолайлы. Жазық жерлерге елді мекендер орналасады және егін егеді. Жазықтың теңіз деңгейінен төмен жатқан жері ойыс деп аталады. Еліміздегі ең терең ойыс Қарақия ойысы екен. Есіңде сақта. Жер бедері таулы және жазықты болады. Таудың ең биік нүктесі шың, құрлықтың ең төмен нүктесі ойыс деп аталады. Ал енді балалар, қазір дәптерімізді ашайық, дәптерімізбен жұмыс жасайық. Шығармашылығыңды шыңда, дәптерімізге географиялық диктант жазамыз. Таулардың көпшілігі нелерден тұрады? Қатпарлы тауларға қандай таулар жатады? Тау жыныстарының қатпарлануға ұшыраған қабаттары ненің әсерінен алғашқы иілгіштік қасиетін жоғалтады? Осы сұрақтарды дәптерімізге әдемі етіп жазайық. Жазып болсақ, балалар, үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма ретінде 52 және 53 беттегі оқулықтағы тапсырманы оқимыз. Және де шығармашылығымызды шыңдау мақсатында таудың суретін саламыз. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар.